Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, білімді оқушылар. Бүгінгі шапағат жаратылыстану, химия, биология, география ғылымдарының қаңтар айының 18 мен 23 күндері аралығында өткізілетін жаратылыстану ғажайыптары атты апталықтың ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Оқушылардың қызығушылығын арттыру барысында пән апталықтарының орны ерекше. Бұл апталықты өткізудегі негізгі мақсатымыз оқушылар бұл пәндерді тек сабақта ғана пайдаланып қоймай, өмірмен де байланысты екенін түсіндіру. Апталық барысында әртүрлі іс-шаралар мен ашық сабақтар ұйымдастырылады. Құрметті оқушылар, сіздерді осы аталған іс-шаралар мен ашық сабақтарға белсенді түрде қатысуға шақырамыз. Биология пәнін оқыңдар мұқият. Табиғаттың құпиясы тым ұят. Көз жетпейтін мұнарасы тым биік. Білген сайын оның сырын жүреміз. Жүректерге өшпес жалыныр қойып. Табиғаттың қадірлі қасиетін, әділетке әрқашан бас иетін, атаңнан мал қалғанша қалғансын деп халқың айтқан орындар өсиетін. Химияны оқытпас әркімге, оқуданы барлығында әркімге. Химияны оқудан әр бөлігін кездесе ол алдарынан әркімге. Химияны оқиып біз көңілмен, кездесе ол күнделікті өмірмен. Ақылымыз химияны білімге, тақуалары әр жерден әрбірленген. Табиғатым сырың терең сенің неткен, таумен тастан сыңғырлаған сұлу өзен. Күн көзінен күмістей шағылған нұр, көз алдында көбірек күлді кезең. Кең даламда шертілген сыбыз үнім, тебіренген бар тіршілік аспанды. Құстар да қалықтап, жан тербеген ол табиғат білген керемет. Сенің әсем бейнеңнен әсер алам, ағаштарын әдемі олар бұралаған. Бар керемет қасиет сенен екен, әрқашанда боламын саған. Боз торғайың шырылдап, боз күлімде, көз алдында көбірек күлді кезең. Далам жайлы сыбызға сертіп үнім, тау мен тастан сыңғырлап сұлу өзен. О, табиғат сырында терең екен, тұнып тұрған қойнауың өлінген, қанындағы қасиет сенен екен, не деген керемет.